Ассалаумағалейкум достар, Әзіл Батыл жобасы. Қош келдіңіздер, сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Достар, бүгінгі жұптар өте тамаша, нағыз биатлонның сойқандары, биатлонның снайперлері. Көк бұрышта өте мықты жайдарманшы, жайдарманның чемпионы, сүйікті жайдарманшыларыңыз Нұрсұлтан Үсенов! Нұрс! Киіміңіз четкий екен, өте әдемі. Көргенімізге қуаныштымыз. Қалайсыз жалпы? Жақсы, хотя бы киіммен ұтайын дедім. Киіммен алып кетемін деп ойладыңыз ба? Негізі. Болды, қарсыласыңызды кім екен білесіз ғой, Білмесем бола ма? Білмей тұрып. Оқып атқан кезде де білмеймін, былай қарап оқысам. Болды. Қош келдіңіз, жайғасып отыра беріңіз, дайындала беріңіз. Нұрсұлтанның қарсыласы өте мықты биатлонның снайпері. Ол кісі биатлон оққан кезде күлмей қалу мүмкін емес деп ойлаймын. Өзбек қатты ұнайды жайдарманшы Михон! Келді ғой. Қайсыз жақсы? Келді ғой, қалайсыз? Жақсы. Киімнен ұтылып қалдым. Киімнен ұтылып қалдыңыз. Лақабатын қойып алсаңыз болады сізде, лақабат бар ма? Лақабаты Ньюкасл. Ньюкасл? Мен ана жаңа орған түкімді, ағылшыншасы Ньюкасл. Бәрекелді. Сәл креатив қосқаным ғой. Ньюкасл! Менікі Сіздікі? Семсер. Семсер мен Ньюкаслдың шайқасы. Ал енді осы снайперлердің бағасын беретін бізде қазылар алқасында бір-ақ адам, жайдарманның 5 дүркін чемпионы Марат Достаев! Бұл жерде да Гарри Олбрайт құсап шыға салдыңыз ба дедіңіз, сіз ше, ой бұл. Жүгері орып келе жатқан сияқты. Қайсы мына 3 литровый сүт жетіспейдір ма қолыма үйдім. Мынауыңызға жол болсын, Мәкен. Удобрениен көп ішкен сәбіз сияқты ма? Білмеймін. Селитрасы көпті. Мода кидет, кидім. Болды, әдемі болып тұрсыз. Қош келдіңіз, жайғасып отырып алайық. Хэллоуиндегі тыква. Жақсы. Ал, жігіттер, сіздердің де әзілдеріңізді көрейік. Бір нәрсе айтып кетейінші, екеуі бастамай жатыр. Негіз бұл екеуі өмірде, сахнада емес, өмірде екеуіне де қатты күлемді мен негізі. Әзілдеріне ше. Қалай болатынын қазір. Сол. Уайындап тұрмын бар ғой. Просто әңгіме айтқанның өзі күлкілі олар. Иә. Жігіттер, Сулифа? Он играет Сулифа, он излайып. Сулифаңызды дайындаңыз. Сули. Көпсі жүрсің. Бүйтіп па. Сіз бастайсыз. Не істедік өз? Бастайын деп жатыр ба? Вертолет қойды ғой, вертолет қойды. Қолым бүйтіп қалып кетті. Ал, бір күні осы жерде шығарып атсаң да биатлон. Жоқ қой жерде. Бір күні де қалып кетсің. Ақпарақ ұстап отыр. Бір күні шықпай жатыр. Өзбекстан жаңалықтары. Нема бұл, короче. Өзбекстанда ауыр қылмыс жасаса, насвай ату жазасына келсе деген. Ату жазасы емес та, насвай ату жазасы. Осы балдарды айттық па оны точно? Жаңа басында мен қателестім ау дейм, Бұл солар ма еді? Нұрсұлтан жақсы кен шақырасыңдар ма? Михон? Жануарлар. Сен қорғау қима. Біраз ұлт оқымай қалды. Сона баяғы тауылдым десең. Бір кіріп шешен ине сатып байып кетті. Ал? Бірден өл ғой енді. Сәл тастап жібердім да. Бәрекелді. 1-0 алда Михон. Қорқақ таспақа жатарда тасын ішінен іліп жатады екен. Нұрс. Бір малдан жіберейін менде. Сәл кәсіпке құмар кенгуру орманда удар ұратын аппарат қойыпты. Неге кенгуру еменді? Бокслаш жүрген көргем ғой Боксқа телевизордан. қатысады ғой кенгурулар. Болды, қайсына? Кенгуруға бересіз бе әлде? Тасбақаға бересіз бе? Мен айтайшы, тасбақа ғой. Тасбақа ғой? Тасбақа ма? Тасбақа. 2-0. Әділсің ба? Әділсің ба? Көріңіз енді.
сәлден кейін жоқ деп шықпа. Басы қатты істейтін үкі қалаға сергек болып жұмысқа тұрып апты. Күшті ғой? Күшті негіз. Еще 360 градус бұрылады екен басы. Еще? Еще? Дрон екен еще. Шпарт түсіремеді. Еще? Еще түнде түсіретті. Петлешкісі бар дейді үкінің. Сізде? Қалтасы тесік бір кенгуру баласын анау балақ жағынан тауып апты. Менше, ана жерде отырып оқысам бола ма? Сырттан оқысам бола ма дейші? Мен биатлонға дейінгілерінде есептесең, солар күлкілі отыр ма? Кенгурулар бір-бірінен темекі сұраса қалтаңа салып шек дейді екен. Қалай? Қалтаңа салып шек дейді екен, бір-бірінен темекі сұраса. Өзің қалтаңа салып шексе дейді екен да? Ауыстыра салайын ба? Ана қалтаңа салып шек дейді, сондай. Өт тұрған биатлонды өткізбей тастадыңыз. Мен бүйтіп. Жоқ, кенгуру... Мына, оқып берейін, да? Жоқ, соны түсінбей қалдым. Соны түсіндіріңіз енді. Жарғандар бар ғой, темекі сұрауды қалтаңа салып шек дейді ғой. Мен осы жерде соған шыққан биатлон оқып жіберейін ба? Көшеде жүріп қалған биатлон болмайды. Көшерде жүріп қалған кенгурулар жиналған ғой. Сөйтсе, ана бір кенгуру, не от бауырым кісі болып қолын қалтаңа салып деп. Ол осы жерде шыққанмен ол саналмайды негізі. Не қалды? Ойнап айтамын деші бастан деші. Мынаны ұмытып қалайық қасырады. Аяқ қолым кейді ол. Импровиз үшін Нұрысқа берейінші. Да? Кеттіге. Есеп 3-1. Нұрыс кеттік. Қоя салам деймін. Бірақ саусағы бар күйші күй тартқан сайын саусағын домбыраның тесігіне тығып ала береді екен. Бір ақ қоян саусағы. Тесік біреу, саусақ біреу. Вокзалда диспетчер болып істейтін ағамыз ішіп алса бір әңгімен қайталай береді екен. Қайсысы? Екеуіне де біреу-біреуден берейік, Беріңіз. Андай сияқты отқан жоқ па, мәке? Бір күтіп жүресің ғой, бір көптен ертең, мысалы, біз айтамыз ғой, Ислам Махачевпен біреу туылса, мысалы, Хабиб пен Конордың бойын көп күтесің. Бой болған кезде екеуі де күресе береді ғой. Ол қазір енді айырады мен. Мені бастады мен Михот. Мақтап құрттыңдар ғой сонда. Ожидание реальность болып кетті ма? Осы екеуін мықты біреуін оқыш. Негізі бит бастай салу керек еді да? Осы екеуін жек көрем деп бастауыңыз керек еді ғой? Бұдан кейін де жек көре салғы болады ғой? Ана көбелектер бір күн өмір сүреді ғой? Соған арналған. Жәндіктер көбелектің туған күніне барып, заодно жаназасына қатысып кетеді екен. Бір күн өмір сүреді. Бір көбелек айтты дейді ғой, бүгін барымыз ертең жоқпыз деп. Бір күн өмір сүреді дейді ғой көбелектер. Оларға кредит бермейді екен. Бір көбелек бір күн өмір сүреді дегенде білесіздер осы, бір көбелек байқамай. Барынша созып жатырық, сен бір бөле ойлап тапсың. Жоқ, дайын ғой мен оқимын. Давай. Жауырыны жабысып қалған кішкентай сәбидің әні. Жауырын жабысып қалады кішкентай. Жауырларым, жауырларым, жабысып қалған нес жауырларым. Жауырындарым демей ме? Жауырындарым демей ме? Жауырларым дей ме? Жаңа бауырларыма келтіріпсің ғой, Ал сіз өзіңіз қайсысы деп ойлайсыз? Мен ужас деп ойлаймын. Екеуіне де бермей қоямыз деп па? Екеуіне де бермедік ал опай. Ал шын мәніне келсек оқыңдаршы енді. Кім, сен ба Нұрыс? Мен ғой, Михон есеп шығарып кеткенші. Нұрыс оқиды екен енді. Бір жігіт бір кісіге мақтанып отыр дейді. Мені 14 бала жабылып ұрып кет. Сосын 9 жерімнен пышақтап, 4 жерімнен атып кет. 3 бала басыма секірді. Біреу электрошокер тығып алды.
Біреу атверк тығып алды. Біреу бульдозермен мышып кетті. Десе қасындағы жігіт, өзің өлмесең де әңмен өлтіреді екенсің дейді. Что? Михон очки тағып алатсақ сәлден кейін қазір. Ана бар еді, ана. Қайрат Нұртаспен ерегісіп қалдық дейтінші. Иә, бір жігітті. Деп сөйлеп тұратшы. Бұрын қойшы болған әкім ауылдың адамдарын қораға тығып жүрді. Енді басталды міне. Есеп 5-2. Бұл жолы Михонға берді. Мәкең. Ал, Нұрс. Мәкең қайт. Қайт мен бастаймын. Бұйыр, бір сиыр өрістен ерте келіп қойса, апа, неғып ерте келдің десе, бүгін 3 сабақ болды деп. Күніге таңертең 2 жұмыртқа жұтатын әншіге тауық қарап тұрып, не хит әнің жоқ, не дауысың жоқ, бала шағам жеп біттің ғой деп. Что? Нұрс 3-5. Осы жолы Нұрсқа берді дауысын. Ал, Нұрс. Бір көкем көкпарға көгешекпен кеткен ғой, көкпен ұрып атырым ғой көбінесе. Бір көкем көкпарға көгешекпен шығып кетіп, сөйтіп айналадағыларға қайтем енді, жоқтан бар ғой енді деп мақтанып тұрса, көкемді ешек пешегімен бірге қазандыққа тығып жеп шабандоздар. Шаман мұжып жерген жоқпын ба? Кәдімгі көрермендер кәдімгі серьезно қабылдап қалды онан же. Нұрысқа не болған деген комментарийлар бар. Көрермендер бір-бірінен сұрап отыр, қайда болған екен, но депші кетші серьезно. Бір көкем. Давайте. Кітапты көп оқитын кірпі шешем болып кетті. Кірпі шешем. Естіген бар еді, бірақ қатты не емес. Екеуіне де бермей қояқ деген шешімге. Сөйтсеңіз, мен мәке байқағаным бағдарламаларда сіз дейтін постоянно добрый болып отырасыз бар ғой, бүйтіп қарап. Добрый болмаймыз бұдан былай, иә? Кәдімгі бермейтін жерінде бермей қалсаңшы. Мен бе? Өткендегі Эверест сияқты, иә? Давай. Кенгурулардың арасында қалталы азаматтар көп екен. Сен кенгурулармен бірге өмір сүрмейсің ба қызды? Тек кенгуру отқан жоқ па? Тек кенгуру қараған сияқты, Нұрс. Арқасында бірақ инесі бар кірпі айтады, негіз мен тышқан мұнау арқама тікен кіріп кетті просто. Негізі крисамын ғой дейді ғой. Ал, Нұрс, есеп бізде қазір 4-5 болып тұр, 2 айналым қалды, 2 биатлоннан оқисыздар. Михон, жеңіске жетуге әбден мүмкін, ал сізде басы озатуған мүмкіндігіңіз бар. Басы қазандай бір жігіттің басын ауылдағылар ұрлап кетіп, алюминийге өткізіп жерді. Ана қазан деген. Алюминий болады ғой. Қазан алюминий болмайды ғой бірақ. Чүгін болады ғой. Чүгін? Басы чүгін бір жігіт. Оңбаған. Ал? Өзің сұрап алдың дейсің ғой. Белучи бір банктың ашылу салтанатында ән айтып, артынан тонап кетті. Мен ойлаймын, мәке. Бедик. Менде мынандай идея болып тұр. Айтыңызшы. Ана импровизбен алып негізші, теңестірікті соңғысын финалда, мені бедик қара, бедикті, екеуі бұш тосын ал. Достар, есеп 5-5. Кәдімді ең мықты бір-біреуден оқысында, сонымен шешек. Соңғы биатлон шешіледі осы жерде. Кім бастайды өз? Кім бастайды? Енді осы жерді Сулифа-ау. Жау, сен бастайсың. Сулифаның реті мұнау. Болды. Сен бастайсың. Мен бастаймын. Жолға қарап берсе үлкенсіз деп. Так, 2 кило картошка, 3 май аласа қатын сообщениесі екен бұл магазинге. Так, финал деген соң жаман ек қойдыңыздар кәдімгідей. Кетті. Соңғысы. Бір апта ұйықтамай бір жерді күзеткен күзетші камераға айналып кетті.
Охо, я? Қалайсың? Болатын бала қалынан. Мәке, бір-бірден тағы да оқытсаңыз болады. Бола ма? Сөйтсек қалай болады? Бір-бірден көрсеңізші. Өйткені Михон немен ұтты десе, қалмен ұтты Сол ғой, десек те сол ғой. қалай болады? Болды. Оқыңыз онда Михон. Мен оқимын ба? Жирафтар высокомерный болады екен. Ақыры кетіп бара жатырмын ғой оқып жүрейін. Қазір жігіттер, егер де екеуіңіз тағы да тең болып қалсаңыздар, енді биатлон оқып беріңіз, пенальти тебесіңдер. Өз өнері деген бар ма бұда? Бір студент калькуляторға 5 қосу 5 дегенді басып жатса, калькулятор жындан қарап, сонда датаға соны шығарамадың ба сен? Не деген? Датаға степені сондайға бардың ба? 5 плюс 5-ке бола менің үстімді басып тұрдың ба, соны ерінбей деп соған на принцип ерексіп 9 деген сан шығартты ғой. Ойнатты ойынды. Көрермендер қалай? Негізі сендерде мына бағдарламада сіз ғой жүргізуші. Андай тең деген бар ма ондай? Тең қыл жіберсеңіз де болады, иә? Бар ма? Тең қыл жіберсеңіз де болады. Тең ондай екеуі. Бәрекелді! Қошметтеріңіз. Бүгінгі айналымда, бірінші айналымда... боласың ғой, тең болсақ. Бірінші айналымда екі қатысушымыз да тең түсті. Жігіттер сәттілік, бұйырса келесі айналымға жақсылап дайындалып келесіздер деген үміттеміз. Мен негіз ұтылам дедім. Мен негіз шынымен мойындаймын ше, ол тең де емес, нақсы. Мен жаңа айттым ғой, тең болайық дедім. Шапа барып қойыңыздаршы Мәкеңе. Тамаша, енді келесі... Бер десе де бере салам, нені? Планшетті. Отыр кім? Атың кім еді? Неқта не үшін отырқ десең? Шешу үшін отырқ. Ничияны көтер алмай қалсаң да. Отқан былай тұрсын. Отсаң сен не айтайын тұрсын? Құры дейін тұрсын. Бірінші айналымда екі қатысушымыз да тең түсті. Достар, қызық енді басталды, қызықтың бәрі алды деп ойлаймын. Бұл бірінші айналым емес пе? Бірінші айналым ғой, тек келесі айналымдағы қазір қатысушыларымызды көреміз, бағасын береміз. Екінші айналым қаппен секіру емес па? Жоқ, екінші айналым өз өнері. Үйден пакеттен кейін тік бөлу. Достар, бізде бірінші айналым аяқталды. Есеп 6-да 6. Нұрс және Михон. Қошметтеріңіз!